Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде солтүстік Африка фронттарында дәрі-дәрмек өте тапшы болды. Көптеген жауынгерлер дәрі жетіспегендіктен өліп кетіп жатты. Ол кездегі жалғыз дәрі морфин болатын. Дәл сол уақытта әскери дәрігер Генри Бичер осы бір морфиндардың орнын толтыру үшін бір әдісті қолданып көргісі келді. Жаңағы морфиндардың орнына екпе ретінде тұз қосылған суды пайдаланды. Тұз қосылған су ешқандай да пайдасын да зиянын да тигізбейтін қоспа. Бірақ екпені кейбір ауыр жараланған әскерилерге салғанда, жаңағы ауру жауынгерлер жараларының айығып, ауырғандарын басыла бастағанын айтты. Яғни кәдімгі морфин сияқты реакция көрсетті. Ең қызықтысы, тұз қосылған суды бұл морфин деп ұсынып бекітті. Кейінірек соғыс біткенде Генри Ричард Гарвард университетіне келгенде түрлі ауру тіпті өте асқынып кеткен жараларды өтірік медицинамен емдеуге болатынын түсінді. Бұл өтірік медицина ғылыми терминде плацебо деп аталады. Латын тілінен қажет боламын, пайда көрсетемін деп аударылады. Сонымен плацебо эффекті қалайша адамның миын алдай алады. Негізінде плацебо деген ұғымды дәрігерлер 1700 жылдан бастап қолданып келе жатыр. Кәдімгі дәрігерлер үлкен лауазымды адамдарды емдеу кезінде кәдімгі дәрі емес, өтірік дәріні қолданатын болған. Бірақ айтарлықтай нәтижеге қол жеткізеді. 1950 жылдан бастап ғалымдар мен дәрігерлер плацебоны жаңадан шыққан дәрілерді тексеру үшін қолдана бастады. Жаңадан шыққан дәріні тексеру үшін екі пациенттердің бірісіне өтірік дәрі, ал бірісіне жаңадан шыққан дәріні беретін. Екі пациентке де қайсысы өтірік, қайсысы шын екенін білмейді. Егер шын дәрі өтірік дәріге қарағанда көбірек әсер етсе, демек жаңадан шыққан дәріні емдеуге қолдануға болады деген сөз. Бірақ қазіргі кезде ол тексеру жүйесін алып тастады. Жаңадан шыққан дәрінің пайдасын тексеру үшін жай ғана сол ауруға арналған ескі дәрімен тексере салады. Және былай айтқанда плацебо эффекті 20 ғасырда көп зерттелгенімен қазіргі кезде медицинада қатты мән берілмеуде. Алайда плацебо эффекті іске асатын нәрсе, яғни өтірік дәрімен кез келген адамды жазуға болады. Кейбір емі жоқ аурулар плацебо эффекті арқасында емделіп кетіп жатады. Мысалға, бір адамның жүрегі немесе миында қатерлі ісік болса, ол адамға дәрілер беріліп, ол дәрілердің жазатынын айтып қатты сендірсе, науқастың қатерлі ісіктен толық жазылып кету ықтималдығы бар. Бірақ қалай? Емін таба алмай жатқанда өтірік дәрілер беріп адам өмірін қалай сақтап қалуға болады? Жауабы адамның миында. Адамның миы өте керемет жаратылған жаратылыс. Егер оны ғалымдар зерттей түссе, тұтас бір ғылым болар еді. Қараңыз, адам жаңағы өтірік дәрілерді ішкен кезде өз миын аурудан жазықтыратын дәрі ішіп жатырмын. Бұдан соң құлан тазайып кететін боламын деп сендіреді. Ал адамның миы болса, сол мезетте ауырып жатқан жерлерге импульс жіберіп ауруын баса бастайды. Бір сөзбен айтқанда, ми алданып қалады. Сонда қалай болып кетті? Адамға дәрі бермесе де, ол адамның миы дәрісіз-ақ емделіп тұр ғой. Демек, ми демінемен барлық нәрсе істей алады. Шынында да ми өте аз зерттелген ағза. Оның қаншалықты кереметтер жасай алатынын білмейміз. Ең ақылды адам Эйнштейннің миы 7%-ға жұмыс істеген деген сияқты статистикалар естіген боларсыз. 7%-бен ақ ол ең ақылды адам болған. Ал 20% жұмыс істесе не болар еді? 50% болғанда ми бүкіл нәрсеге қол жеткізетін болар. Дәл сол туралы Люси атты кино бар. Мен толық айтпай қояйын, жай ғана осы фильмді қараңыз. Ал назарларыңызға мына бір экспериментті көрсеткім келіп тұр. Екі ерікті адамды алады. Бірі баскетбол ойнамайтын жай ғана адам, ал екіншісі баскетболист. Баскетбол ойнамаған адамға әр лақтырған сайын оған істей аласың, сен кәрзеңкеге түсіре аласың деп сендірумен болды. Және бірнеше лақтырудан кейін жаңағы адам қатарынан кәрзеңкеге сала бастады. Ал баскетболист лақтырып жатқанда көрермендер оның лақтыра алмайтынын айтып, барынша лақтыра алмайтынына сендіре бастады. Және бұған дейін дөп түсіріп жүрген баскетболист бұл жолы ешқандай лақтыруын түсіре алмады. Бар болғаны миларын сендіріп тастады. Ал ол ми болса соған бейімделе бастады. Толық видео сипаттамада болады. Сонымен егер ауырып тұрсақ, өз-өзімізді сендіру арқылы аурудан айығып кетуге болады екен. Ми арқылы басқа да керемет нәрселер тындыруға болады екен. Бұл видеода плацебо эффекті мен мидың құдіреті және ашылмай жатқан кітап екенін түсіндіруге тырыстық. Ал сіз видеоға лайк басып, сипаттамада тұрған сілтемелерге, яғни ВК парақшамыз бен Инста парақшамызға жазыла кетсеңіз болады. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.